Саламатсыздарбы, мен Нұрмұхамбет Қосым атындағы Маңғыстау энергетикалық колледжінің биология пәнінің оқытушысы Батырғалиева Гүлзада Қалдыбекқызы. Бүгінгі тақырыбымыз ақуыздардың биологиялық рөлі. Бүгінгі сабағымызды бастайтын боламыз. Ақуыздар тірі организмдердің жалпы маңызды рөл болып атқарады. Олар жасушалық құрылымдық қызметтің және ретін қамтамасыз ету. Ақуыздардың биологиялық маңызын айта кететін болсақ, бұл жерде ақуыздар тірі ағзалардың барлық қызметтеріне қатысады. Олар ферменттер, гормондар, антиденелер және құрылымдық элементтер ретінде әрекет етеді. Ол жерде ферменттер дегеніміз химиялық реакцияларды жылдамдатады. Гормондар дегеніміз ағзадағы физиологиялық процестерді реттейді. Антиденелер дегеніміз иммундық жүйені жұмысын қамтамасыз ету. Құрылымдық элементтер дегеніміз бұл жасушадағы негізгі элементтердің құрылымдық қамтамасыз ету құрылымын. Ақуыздардың құрылымы және қасиеттері бұл жерде ақуыздардың амин қышқылдарынан тұрады. Олардың құрылымдық реттілігі бойынша бірінші, екінші, үшінші реттік құрылым болып қалыптасады. Ақуыздардың жалпы жануарлар ағзасындағы қызметі. Ақуыздар жануарлар ағзасында әртүрлі қызмет атқарады. Оларды энергиямен қамтамасыз ету, жасушалардың өсуін және қалыпқа келуін қолдайды. Бұл жерде ас қорыту, сіңіру, синтез функцияларды жалпы 4 функция бойынша атқарады. Ақуыздардың тамақтану үдерісіндегі рөлі. Ақуыздар жануарларды тамақтандырудың маңызды қоректік заты болады. Бұларды жасушалардың өсуіне, қалыпқа келуіне және жұмысын қамтамасыз ету болып табылады. Ақуыздар өсу және даму, энергия көзі, жасушалық функциялар және тіндердің қалыпқа келуі болып қызмет атқарады. Ақуыздардың тамақтану үдерісіндегі нормалар бойынша тәулігіне жалпы нормаларды ағзаға жасушаның. Ақуыздардың тамақтану нормалары бойынша ақуыздардың тәуліктік нормасы ағзадағы жасына, жынысына, белсенділік деңгейіне және басқа функцияларға байланысты. Жасы жалпы ересектерге байланысты 46-56 тәулігіне нормада қабылдау қажет. Ақуыздардың жетіспеушіліктер туындайтын зардаптар бар. Бұл жерде жетіспеушілігі ағзадағы өсудің тежелуі, иммундық жүйенің әлсіреуі, әлсіздік және анемия бар. Өсудің тежеуі дегеніміз жаңа тіндердің құрылымдық баяулауы, иммундық әлсіреуі антиденелердің өсуін азайтады, әлсіздік энергия деңгейін төмендетеді және анемия қандағы гемоглобин деңгейін төмендетеді. Ақуыздардың артық мөлшердегі салдары, бұл жерде ақуыздар артық мөлшерде бүйрекке және бауырға артық жүктеме береді. Сонымен қатар басқа денелерде проблема тудыртады, соның ішінде сүйектер мен жүрекке. Сүйектердің жалпы әлсіреуіне әкелуі мүмкін, жүректерде аурулардың қаупін арттыруы мүмкін. Ақуыздардың тамақтану құндылықтарын арттыру жолында тамақтардағы ақуыздардың мөлшерін арттыру үшін әртүрлі ақуыз көздерін тұтыну ұсынады. Бұл жерде ет, балық, бұршақтар және жаңғақтар. Қорыта айтқанда, ақуыздардың тірі организмдердің өмір сүруі, өсуі және қызметі үшін маңызды қоректік заттар. Дұрыс тамақтану арқылы ақуыздардың жеткілікті мөлшерін алуға болады. Рахмет.